Сұхбатпен өрілген спектакль форматы бөлек, құрылымы ерек қойылым көрсетілді көрмеде. Көрермен тамашалаған туынды Леонардо да Винчидің шынайы өмірі жайлы сыр шертті. Қойылым 60 минуттық диалогқа құрылған. Суретшіден сұралатын 67 сұрақ. Мазмұны терең, мәнді спектакль салмақты жауап пен өткір ойға толы. Сахнада екі ғана кейіпкер. Оның бірі журналист болса, енді бірі суретші. Журналистің рөлін астаналық әртіс Максим Ященко сомдады. Ол бұған дейін бір сахнада итальяндық актермен өнер көрсетіп үлгерген. Леонардо да Винчи умер 400. Леонардо да Винчи 400 жыл бұрын өмірден өткен. Сондықтан бұл мүмкін емес сұхбат. Ал театрда біз көрсете аламыз. Яғни спектакль арқылы жеткіздік. Сұхбат біз үшін Джаконда, яғни Мона Лиза туралы шындықты білетін боламыз деп басталады. Ал соңы Леонардо да Винчи құпиясын ашады деп аяқталады. Қойылымның алғашқы премьерасы 2012 жылы Лондонда сахналанған. Осы уақытқа дейін туындыны жапон халқы, еуропалықтар, ресейлік және қазақстандық көрермендер тамашалап үлгерген. Спектакль жыл сайын жаңарады, өзгерістер енгізіледі, суретшінің біз бен сіз білмейтін ерекше қырлары қамтылады. Әрбір сұрақ Леонардо да Винчидің өмірінің әр жылына арналған. Жауаптар итальян тілінде айтылады. Журналист данышпан сұхбаттаспайды. Кәдімгі қарапайым адам ретінде сөйлеседі. Мен оның қолының қимылын, жүріс-тұрысын, бет-әлпетінің өзгерісін жаттап алдым. Атақты суретші өмірден өткен жоқ. Ол бізбен бірге. Леонардоның ойлап тапқандары бүгінгі күнге дейін қолданыста. Сондықтан ұйымдастырушылар суретшіні жан-жақты таныту үшін осы спектакльді көпшілік назарына ұсынып отыр. Леонардо да Винчи Италияның символы іспетті. Біз бұл қойылымды актердің ұсынуымен сахналауды жөн көрдік. Себебі 2019 жылы суретшінің өмірден өткен күніне орай халықаралық шара өтеді. Танымал талант иесін бүкіл әлем ұлықтайтын болады. Ал мәдениет пен энергияның байланысын экспо көрмесінде насихаттауды жөн көрдік. Жуырда спектакль суретшінің туған жерінде қайта сахналанатын болады. Сондай-ақ 2019 жылы бүкіл әлем Леонардо туралы фильмді тамашалайды.